ютубта дәл қазір актуалды. Шынайы айына 2-3 миллион теңге. Спокойно алуға болатын американдық YouTube ниша. Білесіздер, жазда көп адам огород егеді. Мысалы, мынау канал бір айда $8,900 тапқан, теңгемен алатын болсақ 4,200,000 теңге шамамен. Және де бұл каналда міне Coca-Cola'ның бутылкасын алған, соны тескен, сол арқылы огородты суаруға арналған лайфхак. Яғни бір видеоға огородқа байланысты пайдалы лайфхактарды жинап біріктіресіздер да, осындай әдемі превью істеп саласыздар. И бір айда мынау каналдағы видео 2,100,000 просмотр жинаған. Одан кейін сосын қияр, яғни қиярдың жапырағы сарғайса не істейміз? Помидорда бір бұтақта өте көп, жаңағы помидорлар қалай алуға болады, яғни уражайны қалай көтеруге болады. Одан кейін неше түрлі міне күріш, чеснок деген сияқты превьюға адамдарды қызықтырып заттар қоясыздар. Мысалы огурцының түбіне, мысалы мына жерде чеснокты қойып жатыр. Адамдар ойлайды, менде чеснок бар, чеснокты огурцының астына салсам құмына, топырағына не болады екен деген сияқты басатты алып кіріп каналға қарайды, сізге просмотрлар, соответственно, жақсы табыс түседі. Егер американский YouTube бастауға қызығып жүрсеңіздер, осындай 100-ден көп дайын американский YouTubeға арналған нишалар және YouTube бойынша сабақтарды небәрі 7,500 теңгеге алсаңыздар болады. Сілтеме парақшамның описаниесінде.